Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптар анасы. Бүгінгі видеода біз күн туралы қызықты деректер жайлы айтатын боламыз. Көзімізге күн сары секілді болып көрінгенімен, шындығында олай емес. Күннің түсі ақ, атмосфераның әсерінен ғана бізде күннің түсі сары болып көрінеді екен. Күн галактикамыздағы ең жарық жұлдыз ба? Жоқ, олай емес. Галактикамыздағы 15 жұлдыз күннен де жарық. Барлығымыз галактикадағы барлық планеталар күнді айналып жүр, ал күн бір орында созылмай тұр деп ойлаймыз. Шындығында, күннің өзі құс жолы галактикасының ортасын айналу үстінде. Толық айналым уақыты 225-250 миллион жыл. 4. Күн жер бетіндегі атомдардың іспетті. Оның энергиясы сутегі мен гелийдің гермоядролық синтезі әсерінен пайда болады. Күннің сыртқы бетінің температурасы Кельвин шкаласы бойынша 1 миллион градус болса, ішкі температурасы бар жоғы 6000 Кельвин. 6. Күннен шығатын ультрафиолет сәулелер антисептик болып табылады, яғни бұл сәуле микроорганизмдерді өлтіреді. 7. Біз қолданып жүрген 24 сағаттық уақыт режимі ежелгі мысылдықтардың тарихынан алынған. Аңыз бойынша күн құдайға тәуліктің 12 сағатын жерде, ал 12 сағатын аспанда өткізетін болған. Біздегі ең соңғы дерек 8-ші дерек. Ғалымдардың айтуынша, күн 4 миллион жылдан кейін жоқ болады. Күн алдымен ұлғайып, қасындағы планеталардағы барлық тіршілікті жояды. Содан соң бірте-бірте сөне бастайды. Бүгінгі видео достар әлемдегі күн жайлы болды. Видеоны болса лайк басыңыздар, арнаға жазылып қоңырау басыңыздар. Сау болыңыздар достар, келесі кездескенше. Ендігі видеомда қандай тақырып шығарайын, астына комментарийға жазып өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.